Қайырлы күн, құрметті көрермендер, менің каналыма қош келіпсіздер. Мен бүгін сіздермен өзімнің болгарскийді қысқа сақтау әдісімен бөлісемін. Міне мен барлығын қазір жуып тазалап алдым. Осылай енді турайтын боламын. Барлығын турап, пакетиктерге салып, оны контейнерге салып, сосын барып морозилькке саламын. Өйткені болгарскийдің иісі білесе қатты шығып кетеді. Бүкіл морозилктің ішін бәрін иіс алып кетпеу үшін мықтылап салуымыз қажет. Біз барлығын осылай турап алдық. Кубикте турадым, соломкамен турадым. Әртүрлі ішінде турап аламыз. Барлығын осылай пакетке жайғастыратын боламын. Міне мен барлығын осылай турап алдым. Соломкамен турадым, кубик турап алдым. И мынаны тоқтағам. Осылай турап қойдым. Міне мынау менде морозильниктегі тұрған болгарский. Сіздерге ашып көрсеткім келіп тұр. Осылай тамаққа алып пайдалана бересіздер.